территорию тропы. Благодарим за внимание. Ассалаумағалейкум достар, қайырлы кеш. Бүгін эфирді жалпы теңіз жағада өткіземін деп шештім, бірақ жаңа 5-терде так неше, мана 6-ларда келгенде ашық еді. Қазір енді міне жауып жатыр, карантинге байланысты кешке жабылады екен. Бірақ міне теңіздің шетін көруге болады. Теңіздің шетін көруге болады. Так, адамдар қосылсын, жиналсын. Не артта көріп тұрғандай, нерде жар тас бар, астына түсетін, аржанда қайықтар бар. Так, бүгінгі сабағымыз бізде өзгер атты марафонымыздың бүгін бізде 4-ші күні де өмір үйлесімділігі деген тақырып. Өмір үйлесімділігі. Так, достар, бәрі естіліп тұрмас. Байланыс қалай? Байланыс дұрыс па, жақсы ма? Күшті. Так, сізге бір сюрприз жасайын деп едім, бірақ өкінішке орай мына жерде міне милициялар тұр, бүгін карантинге жабылып қалды. Мына жерде әдемі табиғаты бар еді, көрсететін. Жақсы, бұлай жүргізе береміз, не де болса. Не, адамдар қараңыз, қайықпен кетіп бара жатыр, күшті. Күшті, керемет табиғат. Так, үй тапсырмалар, достар, кішкене әлсіреп қалды. Мана байқап отырмын, бірінші күндегінде емес сәл. Бірінші күндегінде емес, кішкене белсенділік танытсақ. Сосын жаңағы соңғы тапсырма бар ғой. Пост жазу, жаңа өзгер академияны белгілеу, солар жасасаңыз жақсы болар еді, адамдар көп білсін, көрсін. Так, енді тақырыпқа көшейік. Жалпы бүгінгі тақырып өмір үйлесімділігі деген, біз көбінде бір жасайтын қатеміз, бір істі алып алып, жаңағындай соның артынан қуалап кетеміз. Сол себептен басқа өміріміздің негізгі бағыттары әлсіреп қалады. Басқа негізгі бағыттарымыз әлсірейді. Ондай болмас үшін біз барлық бағытты үйлесімді бәрін бірге алып жүруіміз керек. Так. Күнде жазу керек, әр тақырыпқа. Үй тапсырмасын әр тақырыпқа күнде жазып тұру керек. Күнде жазу керек. Жаңағы біз басында енді өміріміздің негізгі маңызды бағыттарын біз айқындап алуымыз керек. Өміріміздің маңызды бағыттарын айқындап алу керек. Ол үшін енді мен тәжірибемді айтып кетейін. Мысалы, неге ол маңызды? Неге барлық осы негізгі бағыттарды алып жүру керек? Бұрын менде кәсіппен айналысып жүрген кездерде 2010 жылдары, 11 жылдары мен түрлі бизнестермен айналысып бастадым. Соның ішінде салон аштым, шаштараз. Содан қосымша мен мұнай ішедім, ден-ночь жұмыс жасаймын. Одан бөлек менде объеммен айналысып бастадым. Жаңағы үкіметтің салынып жатқан үй, мектеп, жаңағыдай садик, соларға объем алып, сол жерде жұмыскерлерді жинап, бригада жинап, сол жерден объем алғанмын. Сол үш жұмысты алып жүріп менде көбінде не болды? Кәсіпке қатты берілдім. Демалмайым, кеш келем, кеш жатам, ерте тұрам, жаңағы жұмыс деп діңкем құрып кетті, шынымды айтатын болсам. Шаршап, арасында ауырып қалам, стресске түсіп. Сондай жағдайлар болды. Содан кейін жаңағы кітаптар оқып жүріп қой, оның алдында да жаңағы тайм-менеджмент, тағы басқа бағыттар кітаптарды оқығанда, ол жерде айтылады жаңағы барлығын үйлесімді бәріне уақыт бөлу керек деп. Сосын жайлап мен сол бағыттарда іздене бастадым, жаңағы өзімнің негізгі бағыттарымды айқындадым. Сосын соларды барлығына жүйелі түрде уақыт бөлуге үйрене бастадым. Сөйтіп 14 жылдары осы ретке келгендей болдым. Қазіргі таңда міне сол жүйемен әлі келе жатырмын. Дауысы естіліп тұр ма, достар? Жаңағыдай желден жылдап тұрған жоқ па? Так. Енді сізге айтарым, мынандай жаттығу жасасаңыз, ручка, дәптерлеріңіз болса жазыңыз. Дөңгелек сызасыз?
дөңгелек сызасыз, дөңгелек сызып өзіңіздің жаңағы маңызды бағыттарыңызды жазыңыз. Мен қазір жобалап атап өтейін, соның ішінен өзіңізге келетіндерін жазып алсаңыз болады. Атап өтейін қазір. Ең бірінші бізге керектігі денсаулық. Денсаулық болмаса еш жатқа жарамаймыз. Қанша ақша тапсаң да, кәсіп болса да, қарым-қатынас болса да, бізде егерде денсаулық болмаса бізде қиын болады. Сондықтан денсаулыққа көңіл бөлеміз. Содан кейін бізде екінші бағыт рухани қуат. Жаңағы құлшылық етуіміз, садақа беруіміз, жаңағыдай тағы басқа бала тәрбиесі деген сияқты саяхатқа шыққанда да рухани қуат алуға болады. Осы рухани қуатты біз реттеп алуымыз керек. Сол екінші бағыт. Үшінші бағыт қарым-қатынас. Мысалы, қарым-қатынас ол бәрімізге де керек. Бір зерттеулерден зерттеу жүрген, сол зерттеуде көбінде осы бақыт сезімі осы қарым-қатынасқа байланысты дейді. 85% біздің бақытымыз қарым-қатынастан келеді екен. Себебі біз адам болғаннан кейін біздің айналамызда туыс-тума, бауырлар, отбасы деген сияқты адамның айналасында жүреміз. Сондықтан адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуымыз керек. Төртінші бағыт бізде кәсіп. Кәсіп енді ол біздің жаңағы барлық біздің қажеттіліктеріміз әрине табысқа байланысты. Сондықтан өзімізге ұнайтын, қолымыздан келетін, халықта сұраныс бар, осындай кәсіп тапсаңыз өзіңіздің икигайыңызды, онда нұр үстіне нұр болады, шаршамайсыңыз. Және де сода өзіңіздің табысыңыз жақсы болса, жаңағыдай барлық жағдайыңызды жасайсыңыз. Денсаулық, балдарыңызды оқытасыңыз, жаңағыдай үй тұрмыс жағдайларыңызды жақсартасыңыз. Сондықтан кәсіп те өте маңызды бағыт. Содан кейін бізде қандай тағы бағыттар бар? Қаржы есебі. Қаржы есебі не үшін керек? Бұрын мен қатты мән бермейтін, әйтеуір ақша тапсаң болды ғой деп. Бірақ түрлі жағдайда болды. Мен миллион, кезінде объемнан бір 10 миллион табысқа дейін жеткен кездер болды. Табысқа жетіп түскен кездер болды. Бірақ ол ақшаның көптігінде емес әңгіме. Ол ақшаны жаңағыдай дұрыс сақтай білгенде, дұрыс жаратып білгенде. Сондықтан барлық ақша табысымызды есептеуіміз керек. Қаржы есебі сол үшін керек. Ол негізгі бағыттар. Сосын тағы қандай бағыт бар? Бізде тағы керек бағыттардың бірі ол даму. Даму міндетті түрде ол керек. Мысалы, сіз егерде пайдалы кітаптар оқымайтын болсаңыз, жаңағыдай пайдалы сабақтар қарамайтын болсаңыз, онда сіз дамымайсыңыз. Сондықтан міндетті түрде даму керек. Оқу керек. Сосын тағы қандай маңызды бағыт бар? Мысалы, демалмайтын болсаңыз, иммунитет әлсірейді, өзіңізге көңіліңіз толмайды, рухани қуат ала алмайсыңыз. Сондықтан демалысты да алдын ала жоспарлау керек. Демалыс бар. Тағы негізгі бағыттар бізде қандай? Бала тәрбиесі. Енді біз бәріміз көбіміз енді әке-шеше болғаннан кейін балдарымыз ол келешегіміз, балдардың тәрбиесіне, олардың біліміне көңіл қатты бөлу керек. Бөлмейтін болсақ, ертең олардың нәтижесі бізге неседі жаңағы көңілімізге толмайды, бізді шаршатады. Сондықтан қазірден алдын ала біз жаңағыдай көңіл бөлуіміз керек бала тәрбиесіне. Сосын тағы қандай бағыттар бар? Тиімділік. Менде тағы бір маңызды бағыт ол тиімділік. Әрқашан бір өзіңізге бір жарты сағат болсын, 20 минут болсын, жоқ дегенде 5 минут сіз өзіңіз күніне бір есеп беруіңіз керек. Тиімділігіңізді қарауыңыз керек. Қандай бағытқа үлгеріп жатсыңыз, қандай бағытқа үлгермей жатсыңыз, қандай бағытқа көңіл бөлу керек деген секілді жоспар, мақсаттарға осы тиімділікпен біз не істейміз, уақыт бөлу керек. Тағы атай берсек, тағы бағыттар көп. Міне, өзіңіздің бағыттарыңызды осылай айқындап алыңыз. Нақтылап айқындалап алыңыз. Сосын соны дөңгелек сызамыз. Дөңгелек сызып, соны әр бағытты соны белгілейміз. Белгілегеннен кейін дөңгелектің ішіндегі точкасы бар ғой, сол жерге 1 деп жазамыз. Ал жоғары дөңгелектің үстіне 10 деп жазамыз. Енді сол әр бағытты бағалаймыз. Осы аптаға сіздің көңіл күйіңіз осы неге? Мысалы, денсаулық бағытында өзіңізді қанша ұпай бересіңіз? 1 деген өте нашар, вообще уақыт бөлмедіңіз денсаулыққа. 10 деген 10 ол жақсы деген сөз. Жақсы. 10 деген жақсы. 10 жақсы. Енді осы 10 болу үшін сіз не істеуіңіз керек? Мысалы, сол келесі аптаға жоспарды солай қоясыңыз. Мысалы, қазір денсаулыққа 3 қойсаңыз,
көп уақыт бөлмедіңіз, бірақ базовый жаңағы жаттығулар жасадыңыз. Енді келесі аптада сіз неше болғыңыз келеді? Мысалы 5-6 болғыңыз келсе, соған байланысты жаттығуларыңызды жоспарлайсыз. Солай жаңа қарым-қатынаста да, кәсіпте де солай бәрін ұпайлап қоямыз. Достар, осы жерден тағы сіздерден сұрақ қояйын. Кім осындай тәсілдерді қолданып жүр? Қандай есеп-қисап жасап жатсыңдар? Қандай жоспарлар жазып жатсыздар? Жоспарды жалпы қалай жасап жатсыздар? Так, Айжан, не дейді? Wi-Fi әлсірет дейді. Жартас аумағынан кетуіңізді сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Так, достар, қандай жоспарлар жасап жатсыздар? На скальной тропе планируется проведение дезинфекционных работ. Просим вас покинуть территорию тропы. Так, қандай? Благодарим за внимание. Достар, белсенділік танытайық, жазайық. Так, мен сыздым дейді. Аха, жағы дөңгелекті сыздыңыз, Мен тек жоспар таңғы сосын кешкі дейді. Да, жоспарды қалай жазасыз? Жоспарды қалай жазып жатсыз? Мысалы, қараңыз, мен қазір осы видеоның, осы бүгінгі сабақтың соңында мен сіздерге технология берем, қалай жалпы жоспарлау керектігін. Жалпылама айтып кетем. Ручка қағаздарыңыз болса, жазып отырыңыздар. Жаңағы дөңгелек сыздық. Ол жаңағы күнделікті істі істеу, ол жақсы, ол жақсы, бірақ фундаменталды түрде оның өз мұраттан басталады. Бізде миссия, мұрат, өмірлік мұратымыз қандай, сосын мақсатқа байланысты, мақсатымыз қандай. Сол мақсатқа байланысты біз жоспарларымызды реттейміз. Ол бірақ күнделікті істі жазбас бұрын сіз жаңағы айтып отырық қой, сіз бір бағытты алып кететін болсақ, сіз сол бағытта табысты болсаңыз да, қалған бағыт жүрмейтін болса, сіз өзіңізді бақыт сезінбейсіңіз. Сондықтан бақыт пен жетістік бірге жүру үшін сізде бәрі үйлесімді болу керек. Үйлесімді болу үшін жаңағы дөңгелек сызасыз, маңызды бағыттарыңызды айқындайсыңыз. Осы айғы, осы аптадағы өзіңіздің әр бағытқа ұпаймен бағалайсыз. Мысалы, бір нашар, 10 кереметті, сөйтіп бәріне баға қойып шығыңыз. Содан кейін келесі аптаға енді анализ жасайсыз ғой. Анализ жасау үшін, жоспар жазасыз. Жоспар жазу үшін енді сіз өзіңіздің жаңағы ұпайларыңызды көрдіңіз. Мысалы 3, 4, 2, кейде 1-де болып қалуы мүмкін. Мысалы сол бағыттарды көтеру үшін, мысалы 3 болса, енді 5 қылуыңыз керек. 5 қылу үшін не істеу керек? Мысалы, кәсіп бойынша өзіңіздің стратегияларыңызды, жоспарларын жазасыңыз. Міне сонда үйлесімділік болады. Енді жалпы, так, мерді оқып жіберейін, не дейді? Күнделікті, апталық, айлық, жылдық, жоспар құрамын. Керемет, Әсел апталық, айлық, күндік жоспарлар жазады екен. Керемет, жақсы. Айлық, жылдық, жоспар жазын. Алия жазып жүр, молодец. Керемет. Әсел нақты уақытымен бәрін жазады екен, да? Керемет. Жақсы. Енді сіздер жаңағы маңызды бағыттармен қойып жүрсіздер ма? Маңызды бағыттар. Жаңағы, мысалы, мен былай жасаймын. Әр апта өмір дөңгелегін сызамын. Сол жер 9 бағытым тұрады. Соларды бағалаймын. Мысалы, қорытындылаймын. Осы өткен аптада менде денсаулықта қалай болды, кәсіпте қалай болды, қаржы есебі қалай болды, қарым-қатынас қалай, рухани қуат қалай. Мысалы, рухани қуатта менде аптасына бір сүре жаттау, Құран оқуды, сосын жаңағындай балдарымды күнде кешке қыдырту, тағы не. Сондай нелер жазам, мысалы, жаңағындай рухани қуатта да. Сосын соған байланысты мен бір аптаға жазып тастаймын. 7 күнге бәрін жазып тастаймын. Сағат нешеде қайыққа баратындарымды да, не істейтінімді. Мысалы, жаңағы Құран оқулар көбінде таңертең 1 сағат бөлу деген секілді. Соларды қаншалықты істедім, соған байланысты ұпайымды қоям. Сосын анализ жасаймын да, келесі аптаға мен жоспарлаймын соларды. Қалай енді ары қарай реттеуге болады. Соларды жаңағыдай жоспар жазам келесі аптаға. 7 күнге жазып тастаймын. Жоқ, өмір дөңгелегін күнде емес, өмір дөңгелегін жылына, аптасына, айына жазылады. Жылына, айына, аптасына жазылады өмір дөңгелегі. Ал, мысалы, бір аптада қорытындыладық, өткен аптаны, мысалы, мысалы, сізде 9 бағыт бар деп қояйық та, сол 9 бағыттың барлығын не істейсің, жаңағы ұпаймен
мысалы дөңгелек сыздыңыз, ортасы мына дөңгелек сыздыңыз ғой, бағытқа бөлесіңіз, былай бөліп тастадыңыз. Сосын 9 бағыт болды да sizде. Енді ортасы 0 емес, 1-ден басталады, 1-ден жоғары қарай 10 болады. Дөңгелектің шеті 10 болады. Енді әр бағытты жаңағы ұпайға қарайсыңыз, қаншалықты sizде жақсы болды бәрі. Мысалы 3, 4, 5, 6, 7 сондай бір нелер болса, енді ары қарай келесі аптаға жоспар жазасыңыз. Сол жоспарды уақытын белгілеп, әр осы 7 күн бар ғой бізде бір аптада. Сол 7 күнге задачалар жазып тастаймыз. Задачалар жазамыз, не істейміз? Мысалы 7 күн бойы таңертең таңғы дәстүр жасаймын 1 сағатта. 1 сағат Құран оқимын. Сосын тағы не? Одан кейін кәсіпке кірсем, кәсіпте бір видео түсем, пост салам, бірдеңе шірдеңе деген сияқты жаңа өздеріңіздің амалдарыңызды жазасыз. Міне сонда sizде үйлесімді болады. Енді мен сіздерге соның барлығын жалпы қалай жазу керек, күнделіктің тәртібін айтып кетейін да. Мысалы былай, бірінші мұратыңыз, мына менің күнделігім мынандай мысалы. Жүйесі былай. Бірінші бетінде мұратым жазылып тұрады. Мұрат бір 2-3 сөйлемдік, мысалы қысқаша 2-3 сөйлеммен айтылады, өмірлік мұратың. Одан кейін 20 жылдық көрініс. 20 жылдық көрінісің қандай сенде? Соны жазасың. Содан кейін 5 жылдық көрініс, 5 жылдық мақсаттарың жазасың. Сосын 1 жылдық басты мақсат, 1 жылдық басты мақсат жазылады. Содан кейін бізде 1 жылдық 100 мақсат жазамыз, 1 жылда жеткіміз келетін 100 мақсат жазамыз. Содан кейін осы апта немесе осы ай алғашқы 2 проектті, жаңа 100 мақсаттың ішінен 2 мақсатты аламыз, 2 жоба деп аталады ол, 2 жоба. Осы 2 жобаны орындаймыз, келесі 2 жоба, осыны орындаймыз, келесі 2 жоба, сөйтіп кете береді. Аха. Иә. Сізде бар екен, жақсы. Бісміллә. Так, Әсел менде бар екен, бірақ басқаша дейді. Аха, керемет. Енді жаңа күнделікті айттық да, бірінші бетінде мұрат, екіншісінде 20 жылдық көрініс, содан кейін 5 жылдық көрініс, сосын 1 жылдық басты мақсат, сосын 100 мақсат, сосын 2 жоба, содан кейін бар ай жоспары 1 жылдық мақсатқа қаралады. 1 жылдық 100 мақсатқа қарап, соның ішінен не істейміз таңдап, осы жақын арада істейтін істеріңіз жазылады. 1 жылдық мақсаттан кейін 1 жылдық, бір айлық жоспар жаздық қой, 1 жылдық мақсатқа қарап. Содан кейін 1 апталық жоспар жазамыз. 1 апталық жоспар, 1 айлық жоспарға қараймыз. 1 айлық жоспарды қараймыз да, осы аптада қай амалдарда, қай мақсаттарымды орындай аламын. Соны жазасыз да, 1 аптаға жазыңыз. Енді 1 аптадан кейін бізде 7 күн бар да, 7 күнге бөліп тастаймыз істердің. Барлығын уақытымен белгілеп тастаймыз. Бөлісетін істерді бөлісуге болады. Солардың кіммен бөлсеміз бәрін жазамыз. Сосын 7 күннен кейін 1 бет қалдырамыз да, қайттан апта жоспары. Қайттан сосын 7 күн апта жоспары. 7 күн апта жоспары. Сөйтіп 4 рет. 1 айда 4 ай бар. 1 айда 4 апта бар. 1 айда 4 апта бар. Сол әр неде аптаға бір бет қалдырамыз да, сол апта жоспарын жасаймыз. Апта жоспарын жасарда жаңағы өмір дөңгелегі сызылады. Өмір дөңгелегі осы өткен аптаны сараптаймыз. Жаңағы ұпаймен белгілейміз. Сосын келесі аптаға жоспар жазамыз тағы. Міне сөйтіп 4-еу өткеннен кейін ай болады. Тағы ай жоспарын 1 жылдық мақсатқа қараймыз. Ай жоспар, апта жоспары, 7 күн, апта, 7 күн, апта, 7 күн, апта, қайтан ай. Міне осылай 365 күн 1 жылда сөйтіп жоспарлаймыз, міне достар. Енді жаңағы өмір дөңгелегін жазғаннан кейін сіз жаздыңыз ғой белгілеп, енді сізге құндылық расында біреудің мақсат емес, өзіңіз шынайы құндылықпен жазылған мақсат болу үшін сізге мынандай жаттығу берейін. Жаңағы мысалы сіз барлығын жаздыңыз да, бағытыңызды айқындадыңыз. Жаңағы мысалы 7, 8, 9, 10 шақты бағытыңыз бар. Енді әр бағытқа осындай сұрақ қойыңыз. Міне 1 жыл өтті, барлығы мына денсаулық бағытында мысалы, барлығы менің ойымдай бәрі жақсы өтті денсаулығыңыз бойынша. Ол қандай жағдай? Мысалы сіз 5 кило салмақ түсірдіңіз ба? Мысалы правильный питаниеға көштіңіз ба? Мүмкін шипингке, йогаға қатысып бастадыңыз ба? Денсаулық бағытында да. Содан кейін екіншісінде жаңа қарым-қатынасты дәл солай өзіңізге сұрақ қойыңыз. 1 жыл өтті, бәрі сізде керемет, ойдағыдай болды. Мысалы қарым-қатынаста қандай ол? Соның бәрін жазасыңыз. Сөйтіп жаңағы 9 бағыттың барлығын сөйтіп өтетін болсақ,
9 бағыттың барлығын сөйтіп өтетін болсақ, бізде жақсы болады. Бізде жаңағы шынайы құндылығымыздан шыққан мақсаттар айқындалады. Түсінікті ғой, ә? Так, Алия жазады, осы жоспар деген жақсы екен. 2 жыл бұрын Нұрасыл мырзаның курсынан өткен едім. Сол кезде үйренгенім көп. Сол мақсатыма жоспарларым бойынша жеттім. Аллаға шүкір, Алла разы болсын сізге, Нұреке. Аха, не көрдің, Алия ханым кезінде менің жеке коучингімнен өтті. Сол кезде осы тәсілді қолданды. Міне қазір айтып отырды, Саул деп, шүкірлігін айтып отыр, разылығын айтып отыр. Ол жұмыс жасайтын. Қарайтын болсақ, логикалық тұрғыда да ол керемет. Бірінші мұрат, содан кейін 20 жылдық көрініс, 5 жылдық көрініс, 1 жылдық мақсат, сосын арғарай міне қара, үйлесімді 1 айлық, 1 апталық, сосын 7 күнде көрдің үйлесімді. Барлығы сіздің жоғарғы түпкі мақсатыңыздан да, түпкі мақсатыңыз қандай? Мысалы, менің мұратымды жаңағыдай бір-екі ауыз сөзбен айтатын болсақ, біз Алла Тағала біз өмірге құлшылық жасау үшін жіберді да, өзіне сынау үшін, құлшылық жасау үшін жіберді. Енді менің мұратым былай, мысалы, Аллаға құлшылық етіп, сапалы білім алып, біліммен, бауырлармен бөлісу. Міне 2-3 сөйлеме айтқанда осындай. Жаңа құлшылық ету ішіне бәрі кіреді. Құлшылықтың ішіне сенің отбасыңды да асырау кіреді, жұмыс жасау, балалар тәрбиелеу, соның барлығы құлшылық екен. Одан кейін жаңағы білім алу ол өзіңді дамыту, оқу да. Сосын бөлісу ол да садақа, бір жақсы іс. Ол бір жағынан сенің кәсібің, бір жағынан жаңа халыққа жасап жатқан мен мысалы жақсы немді амалдарым. Міне сондай өзіңізге де мұратыңыз жазып алыңыз. Енді жаңағы құрал өте керемет. Дөңгелек жазыңыз ғой, содан кейін жаңа сұрақты қойыңыз. 1 жыл өтті, менде бәрі жақсы. Ол жағдай қандай? Мысалы, кәсіпте, денсаулықта, қаржы есебінде, жаңағы бала тәрбиесінде, мысалы 1 жыл өтті, балаңыздың тәрбиесінде қандай өзгерістер күтесіз? Мысалы, жаңағыдай көбейту кестесін жаттады, скорочтение оқыды, тағы бірдеңе деген сияқты, соларды жазасыз. Міне сол сіздің не істейді? Әр бағыт бойынша жазып шыққан жаңа құндылықтарыңыз, сол сіздің 1 жылдық мақсатыңыз болады. Соларда жаңа 1 жылдық 100 мақсат дедік қой. Міне осылардың барлығын сіз 100 мақсатыңызға не істейсіңіз? Жазасыңыз. Сосын көрдіңіз, ол сіздің іштен шыққан құнды мақсаттарыңыз. Міне соларды тізіп жазып алып, жаңағы 100 мақсатқа жазасыз да, әр ай соларды орындауға жоспарлайсың. Сосын оны әр апта, әр күн. Міне осылай сізде керемет нәтижелер бола бастайды, достар. Так, сұрақтар бар ма, достар? Сұрақтар. Кімде қандай сұрақтар бар? Так, сұрақтар болса, сұрақтарды қойып алыңдар. Так, мен кішкене теңізді көрсетейін сізге. Сізге қазір теңізді көрсетейін. Пока сұрақтарыңыз болса, қоя беріңдер. Сұрақтар болса, қоя беріңдер. Алия ханым, Атырауда жүрсіз ба? Теңізді сағынған жоқсыз ба? Мынау біздің теңіз. Керемет па, достар? Мынау сол яхтылар тұр теңіз жағада. Достар, қандай сұрақтар бар? Бәрі түсінікті ма? Жазып алдыңдар ма? Так, сұрақтар болмаса үй тапсырмасын берейін онда да сіздерге. Үй тапсырмасы жаңағы дөңгелек сызамыз, өзіміздің өміріміздегі маңызды бағыттарды айқындаймыз. Мен сіздерге жаңағы группаға, WhatsApp группаға тағы жаңағы қосымша материалдар тастаймын. Өмір дөңгелегін жіберемін. Сосын өмірдегі маңызды бағыттардың тізімін беремін. Соның ішінен өзіңіз не істейсіз? Жаңағы белгілеп алыңыз, расында сізге қажет маңызды бағыттарыңызды. Содан кейін ары қарай өзіңіздің әрекеттерін, жаңағы айтқан амалдар жасайсыңыз. Айқындағаннан кейін ұпаймен белгілейсіңіз. Содан кейін не істейміз? Соған байланысты жоспарларымызды құрамыз.
жаңағы сұрақты қоямыз. Бір жыл өтті, менде бәрі керемет. Денсаулықта, қарым-қатынаста, бала тәрбиесі, кәсіп, демалыс. Міне соларға байланысты керемет сізде бәрі. Бұл қандай жағдай? Соны бәрі тізіп жазасыңыз. Әр бағытты бөлек. Сосын соны бір жылдық 100 мақсатымызға жазамыз да, соларды жаңа мен айтқан күнделігіңізді мен айтқан тәсілмен қолдансаңыз болады. Болмаса, өзіңіздің баяғы тәртібіңізді жүре беріңіз. Бірақ жаңағы бастысы бұл жерде 6, 9, 10 бағыт, қанша бағыт сізде, соның барлығын үйлесімді күнде осы жоспарға енгізу керек. Мысалы, бір бағыт қалып кететін болса, онда сіз бақытты бола алмайсыңыз. Мысалы, менің бағыттарыммен сараптап көрейік. Мысалы, мен денсаулықпен қарым-қатынасқа өте қатты көңіл бөлемін да, жақсы кәсіпке де жақсы көңіл бөлейін. Бірақ дем алмайтын болсам, қалай болады? Еш дем алмаймын, сапарға шықпаймын, жаңағындай. Онда қалай болады? Онда менде кругозорым узкий болады. Кругозор вообще жоқ болады да менде. Басқа елдің, адамдардың жаңағыдай көзқарасын, олардың жаңа мәдениетін көрмеймін, рухани қуатым әлсірейді. Мысалы, мен жақсы сапарға шығам, бәріне барам, бірақ менде тағы қандай, мысалы, бір амал істемейтін, мысалы, тиімділікке мән бермейтін болсам, жаңа жоспарламайым, бәрін сараптамайтын болсам, қалай болады? Онда менде қателік көп болады да, мен онда жоспарымды тастап кетем жаңағы. Маңызды істерді істемей, маңызсыз істерге көп көңіл бөліп, тиімділік әлсіреп қалады да. Міне сол секілді жаңағы мысалы бәріне көңіл бөлемін да, отбасылық қарым-қатынасқа вообще көңіл бөлмейтін болсам, түртейіп келіп, мен жұмыста жүрмін ғой, жұмыс жасап отырмын, ақша тауып отырмын, әңгіме айта бермеңдерші деп күнде өтетін болсам, ол қалай болады? Онда да арамыз суып кетеді, ертең ұрыс керіс басталады. Мысалы, жаңағы ғалымдар зерттеген ғой, орташа отбасы қарым-қатынасқа қанша көңіл бөледі, қанша уақыт бөледі дегенде, енді сізден сұрайын, мен білемін ғой, сізден сұрайын. Орташа отбасы қарым-қатынасқа қанша уақыт бөледі? Айтыңдаршы, достар. Орташа отбасы қарым-қатынасқа қанша уақыт бөледі? Әлия, Айжан, қанша уақыт бөледі? Қанша уақыт бөледі? Достар, Иә, бұл Ақтау қаласы. Керемет табиғат. Өзім жақсы көремін. Күнде осы таңда тең жағада жүремін, жүгіремін. Так, неше балл арасында? Так, балл емес, бұл жерде уақыт, минут, сағатпен айтамыз. Қанша? Иә, маңызды ғой. Зерттеу жүрген, зерттеу. Отбасыда қарым-қатынасқа, мысалы, ерлі-зайыптылар бір-біріне қанша уақыт бөледі? Так, 6-7 сағат дейді Айжан. Тағым бар. Қанша айтады? Достар, белсенділік танытайық. Қанша уақыт бөледі? Так, 1-2 сағат дейді. Кішкене жақындап келе жатыр. Жақсы. Мен айтайын. Бірақ шошып кетпеңдер. Орташа ерлі-зайыптылар эмоционалды өзімен, эмоционалды жаңағыдай дәм болсын, тамақ пісірін емес. 2 минут екен. 2 минут масқара ғой, Зерттеу жүргенде 2 минут, 4-5 сағат, жарты сағат емес, 2 минут. Ондай қарым-қатынастан ол дейтін масқара ғой, адам ажырасуға баратын. Содан қарым-қатынасқа жататындар жаңағы киімді тауып бер, тамақ пісір, жаңағындай қай жаққа баратсың деген сөздер, ол қарым-қатынас емес. Қарым-қатынасқа жататын уақыт ол қолын ұстап, мысалы жолдасыңыздың қолын ұстап, жаным, көптен бері шықпадық қой, енді қай жерге жоспарлаймыз қыдыруды, денсаулығың қалай, бүгін жұмысың қалай болды, кімдер соқты, анау-мынау деген сияқты жаңағындай біздің балдарымызға кішкене көңіл бөлу керек деген сияқты сондай әңгімелер өзіңіздің сезімдеріңізбен бөліскен сол қарым-қатынасқа жататын уақыттар. Ал жаңағындай қатын жұмыстан келдің, тамақ бер, или жаңағындай диванда жатай берме, бар аннан бүйт сөйт дегендер, олар қарым-қатынасқа жатпайды.
Не достар, көрдіңіз, бәрін үйлесімді алып жүру үшін осы жаңа мен айтқан жүйемен жасасаңыз барлығы логикалық тұрғыда керемет болады. Так, онда бізде 0 минут екен дейді. Иә, расында солай. Барлығы жануар қосап кеткен ғой жаңағы. Қатын, тамақ, анау, мынау деген сияқты әңгімелер кетеді да. Әйелі керісінше бұлданады. Жаңа тек жатып алып телевизор қойсын, ойын ойнайсың компьютерде, анау, мынау деген әңгімелермен суып қаламыз. Сондықтан эмоционалды депозит деп аталады. Эмоционалды депозитті көбейту керек. Ол не? Мысалы, әйел адам болсын, ер адам болсын, мысалы, жұбайына не істеу керек? Эмоционалды депозит жинау керек. Депозит деген, мысалы, жаным, мен сені жақсы көрем, болмаса бір сыйлық алып беріп кішігірім да, бір көшеде кетіп бат, бір мороженое алып бере сал, бір сюрприз қылып гүл бере сал, білмеймін, сондай әйтеуір. Сол депозит болып саған жинала береді. Ол сіздің депозит ертеңгі күнде бір араңызда бір шаруа, бір керіс бірдеңе болмау үшін соған керек нәрселер. Ұрыс керіс болмайды сонда. Сіздің депозиттер көп болса, сіздің ұрсуыңыз ол екі талай болмайды, ол ұрыспайсыңыз. Себебі сіздің депозитіңіз өте көп. Сондықтан жаңағы ол саған ауыр сөз айтты, сен де оған ауыр сөз айтып жүре бермең. Керісінше кішкене жаңағыдай жылы сөздер айтып бір-біріңізді, өзіңізді құрметтеп, жақсы түсін шынайы айтыңыз. Жаңағыдай айтыңыз, мысалы, жолдасыңыз ба, жаным, Аллаға шүкір етем, осындай жарды маған сыйлағанына, осы сен бізді күнде осы асырап жұмыс жасап жүрсің деп мақтай беріңіз. Сол кезде ол да ертең сізге сондай жылы сөздер айта бастайды. Сондықтан, достар, депозитімізді көбейтейік. Да, бүгінгі тақырып қызықты ма, достар? Қызықты болып жатыр ма? Гаухарда керемет екен. Машалла, жақсы. Гаухарда жақсы екен. Менде мысалы кейде бір шаруалар болады, расында бір күн сөйлесе алмайтын кездер болады. Сол кезде уже әдет қой, күнінде кешке қарай қол ұстасып, балдармен ойнап жүреміз, сөйлесеміз, эмоционалды түрде. Сағынасың екен, бір күн сөйлеспесең, сағынып қаласың. О, мұнда біздің Қарлығаш апай кірді, Қарлығаш апай. Кеш жарық, Қарлығаш апай. Так, мұнда... Иә, рас, жолдастарыңызға жылы сөзді көбірек айтыңыз, депозит көбейтіңіз. Сол кезде олар да сізге ертең жақсы жылы сөздер айтып, сізге де бетін бұратын болады. Достар, біз қазір эфирді аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтар қойып қалыңдар. Үй тапсырмасы жаңағы, достар. Өмірлік негізгі бағыттарыңызды айқындайсыз. Сол бағыттарды ұпай қоясыңыз. Және де жаңа сұрақты қойыңыз. Бір жыл өтсе, бәрі керемет болу үшін, менде бәрі керемет, ол қандай жағдай деп жағдайларыңыз жазыңыз, соны бір жылдық 100 мақсатыңызға қосыңыз. Сосын жаңағы мен айтқан мұрат, мақсат, сосын арғарай. Мақсаттың ішіне бәрі кіреді, манағы 20 жылдық, солардың бәрі ол бөлек тема, ол үлкен тақырып. Бұда тайм-менеджмент деген тренингім бар, ол менде офлайн, бірақ онлайнда да жақын арада неғылатын болам, упаковать етіп, сізге ала берсе ұсынамын. Әзірше YouTube-та менде сабақтар бар, сол бағытта кішкене қарап, жүйелетіп алсаңыз болады. Так, ертең деп 22 жыл күтіп келемін. Күтпеңіз 22 жыл. Жыл сөз ол тегін зат қой, тек айту керек. Бірақ айтарда былай жасаңыз. Ол шынайы болу керек. Ол шынайы болу керек. Сөзіңіз шынайы болу үшін жаңағы өзіңіздің расында жолдасыңыздың жақсы қасиеттерін ойлаңыздар, сол жақсы қасиетті соған айтыңыз. Бір жақсы жерің сен осындайсың, сен күштісің деп сондай қылып айтыңыз. Так, достар, жаңа үй тапсырмасын тағы да посттың астына YouTube каналда да жазамын. Сосын WhatsApp группаға жіберемін. Қазір сұрақтарыңыз бар ма? Мен 2 минут күтемін. Сұрақ болмаса эфирді аяқтаймыз, достар. Так, сұрақтар бар ма? Түсінікті ма? Үй тапсырмасы түсінікті ма?
Так, бұнда не дейді? Жылы сөйлесең, жылан да іннен шыға дейді. Оны бір рет айтып қоймаңыз, күнде айта берсеңіз, ол міндетті түрде жібейді. Айта беріңіз жылы сөзді. Так, түсінікті, барлығы жақсы онда достар, онда эфирді аяқтаймыз. Баршаңызға осы алып жатқан біліміңізге Алла береке берсін. Бүгінгі тақырып қорытындылайтын болсақ, жаңағы үйлесімділік, бір беткей болмаңыз, бір бағытты алып қуа бермеңіздер. Табыстан бөлек, жаңағы ақша жоспарынан бөлек бізде тағы маңызды бағыттар бар. Денсаулық, қарым-қатынас, жаңағы бала тәрбиесі, даму, рухани қуат, соның барлығын бірге алып жүрейік достар. Сол себепті осы өзгер марафонын сіздер үшін осы жүйелетіп беріп жатырмын достар. Егерде барлығын қолданбай жүрген болсаңдар, қазір осыны қолданып бастаңдар, ерінбеңдер. Жақсы онда достар, эфирді аяқтаймыз. Ертеңгі тақырып бізде соңғы Өзгер академияның бізде 5 күннің ертең соңғысы. Бұл жерде толық басқар деген тақырып. Сол жерде мен сіздерге стратегиясын беретін боламын. Және де достар, жақын арада сіздерге тағы осы марафоннан кейін сізге тағы бір марафон ұсынғым келеді. Айжан өтті бізде, бірақ біз кішкене видеоларды бәрін жаңалатып, жаңа қосымша көптеген қосымша жаңағыдай қосалқы материалдар дайындадық. А-формацияның 50 түрі, содан кейін жаңағы бізде тағы не бар? Медитацияның бірнеше түрлері, солардың барлығын біз реттеп қазір жасап қойдық. Лерме деген программа бар. Сілтемесін берем, сол жерде кәдімгі Лерме деген программада барлығы по модулям бәрі сол жерде тұрады. Видео, қосымша сілтемелер, библиотеканың сілтемесі, соны өткеннен кейін сізде тағы 30 күнге нақты жоспары беріледі. Медитация, аффирмация, жаңа барлығы сол жерде толық ашылады. Сосын сол жерде жаңа бір айлық сізде карта берем, бір айлық карта. Сол картаны өзіңіз ары қарай алып кете аласыңыз. Сосын сол жерде жаңағындай бізде группа бар ғой, сол группаның ішінде өзіңізге жаңағындай қадағалаушы достарыңызды тауып, бір ай бойы ары қарай дамуға сізге карта беретін боламын. Өзгер марафон, жаңағы біздің 7 күндік таңғы дәстүр атты марафоны бізде бұйырса ертең 20-сында понедельник басталады, 7 күн болады. 7 күннің ішінде осы таңғы дәстүрді толығымен 6 дағдыны толық ашып, соны дағдыға айналдыратын боламыз достар. Қатысамын дейтін болсаңдар, дайректке жаза беріңдер, жекеге жазыңдар, Алла бұйыртса бастайтын боламыз. Енді бізде бір күн қалды достар. Ертеңгі эфирде көріскенше достар. Қош аман болайық.